Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды, дастарханның сәнін ашатын керемет асты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2-3 келі сиыр еті қажет болады. Сиырдың қабырғаларын да қосуға болады. Етімізді жуып, үлкендеу етіп турап дайындап аламыз. Ыдысқа сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майда етімізді жақсылап қуырамыз. Еттің суы тартылғанға дейін ыдысымыздың беті ашық тұрғаны дұрыс. 1-2 қасықпен кептірілген томат немесе паприка қосамыз. Бір-екі дана пиязды үлкендеу етіп турап, етпен бірге қуырамыз. Етіміздің үстінен 1 шай қасықты толтырмай, кристаллик дәмдеу үшін қосуға болады. Барлығы бірге жақсылап қуырылып болғаннан соң, етіміз батып тұратындай етіп, үстінен су құямыз. Енді қазанның қақпағын жауып, дайын болғанға дейін 2-3 сағат баяу отта пісіреміз. Біздің етіміз піскенге дейін тамағымыздың келесі бөліктерін дайындауға кірісеміз. Ол үшін тауықтың төс еттері қажет болады. Тауықтың төс еттерін видеода көрсетілгендей ірілеу етіп турап дайындап аламыз. Тауықтың төс етін маринадтау үшін сельдерейді ұсақтап тураймыз. Төс етімізді маринадтау үшін имбирімізді де ұсақтап турап қосамыз. Қоспаларымыздың үстіне дәміне қарай тұз салып, 1 шай қасықтай паприканы қосамыз және етке арналған терияки соусын қосып, барлығын жақсылап араластырып, 20-30 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Біздің төс етіміз маринадталып болды. Енді қызып тұрған ыдысқа сұйық майымызды құйып, баяу отта жақсылап 2 бетін қызартып қуырып аламыз.
Енді келесі кезекте күріш гарнирімізді дайындаймыз. Күрішімізді үш қайтара жақсылап жуып алып, оны таза матаға 2-3 минуттай кептіріп аламыз. Қызып тұрған тапаға сұйық майымызды құйып, кепкен күрішімізді азғантай қуырып аламыз. Оның үстіне тұз қосып, бетін жауып тұратындай етіп су құйып, баяу отта демдеп пісіреміз. Күріштің реңін өзгерту үшін куркума қосуға болады. Күрішіміз дайын болған кезде бір немесе жарты банка жүгеріні салып, араластырып, асқа ұсынуға дайын. Келесі кезекте бір дана кәді мен бір дана баялдыны дөңгелекше етіп, видеода көрсетілгендей етіп турап, түрлі түсті болгар бұрыштарында турап, оның үстінен сұйық май құйып және дәміне қарай азғантай шым-шым тұз салып, әдемі рең беру үшін паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10 минутқа маринаттап қоямыз. 10 минуттан соң қызып тұрған тапада екі шетінде қызартып қуырып аламыз. Келесі кезекте видеода көрсетілген рецепт бойынша салат дайындаймыз. Осы дайын болған тағамдарды қалауыңыз бойынша әсемдеп, келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, ерекше тағаммен қуанта аласыздар деп ойлаймын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.